көрсе, ойындағысын айтатын, осы жерде 10 баланың кіндік шешесі болған кісі екен. Мен айттым ғой енді, Нұрман ағаммен басқа кісілермен ақылдасып, сол кісінің атын жазуға сондай бір шешім қабылдадық. Сіздерден қалай, ұлықсат па? Рахмет сіздерге. Келешек сіздердің жолдарыңызды қазақ халқының жас келіндеріне берсін. Қазағымыз көбейіп, еліміз егеменді еліміз өсіп өркендеп, Нұрсұлтан ағамыз ішкі сыртқы саясат ұстап отырған, сол ағамыздың сындарлы саясатын қолдап, әр отбасында, семьяда жақсы сөз жарым ырыс дейді. Жақсылық айтайық, баланы тәрбиелейік, елдің амандығын, жұрттың тыныштығын тілейік. Аман сау, риза болыңыздар. Рахмет. Ақ жаулықтан аларымыз әрқашанда аман болсын. Ақ сүтің ана шекерме, таңдайдан дәмі кетерме. Аяулы менің әзанам, ілгері тағы жетеле демекпіз. Құрметті қауым, концерттік бағдарламамызда қабылдауымызда. Өткенде біз мына Ұлы Отан соғысына қатысқандар жазғанда, кітаптан сыртта қалықпаған ата бабаларымызды білгенен кейін ана тақта тасты орнынан алып, апарып жалғызып келген жағдайымыз бар, Ұзынағашқа апарып. Мынау аналардың да қалықпағаны болса, оны жазғызуға бәрі мүмкіншілік бар. Өйткені 60 ананы мен арнайы 4 тасқа бөліп жазғыздым. 12 тасқа да сыйғызуыма болатын еді. Бірақ мен келешекті ойладым. Келешекте қалықпаған аналар болса, келешекте осы халқымызға игі іс атқаратын батыр аналар шықса, солардың тізімі де, аты жөні сол осы бүгінгі аналардың қатарында тұрса деген үмітпен жаздым. Яғни кем кетіп, бізден кетіп жатса, кешіріңіздер. Мен енді әкімшіліктен алдым, ағалардан алдым. Мысалы, осы жерде тұрып, басқа ауылда тұрған адамдарды жаздық. Аяйтын дүние жоқ. Біз мақтанамыз сол кісілермен. Біз құрметтейміз ол кісілерді. Сондықтан жазылмай қалған жағдай болса, кешірім сұраймыз. Кеп айтсаңыздар, мына тасты орнынан алып, апарып, Ұзынағашқа жазғызып, қайтып іліп қою қолымызда. Дұрыс па ағайын? Айтыңыз. Мұнда бергісіз болып жатқан мына тізім беруге жылы керек болды. Аты нақты өзінің документте жазу керек болды. Мына жерде анықталмаған адамдар бар. Қазір біз біліп жатқанымыз Оразгелдиева, Рахымқұлова, Скендерова жазылды. Байбұғаева, Советхан, оның кейін Әпиз апамыз. Мына осы кісілердің бәрі жоқ дегендеріңіз әлде болса толық тұруға болады. Мына 2 тақтаның астында бос орын тұр, 4-өңде де тұр. Бізге хабарлассаңыздар дереу жазылады. Реніш болмасын. Мына ортадағы сурет мен кішкене шешем ұқсайды. Бірақ шешем екен деп ойламаңыздар. Бір үлкен ескерткіштен түсіріп, соны жасаттым. Айтып қойайын, айтып мен ана құрдастарым айтады ертең. Сен шешең сағыз қойсын ортаға деп. Бәрекелді, көп рахмет. Құрметті қауым, шағын ғана концерттік бағдарламамызды қабыл алыңыздар. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Марат Әбдіқадыровтың орындауында
айтар болсаң төгіледі тілден бал. Бәйтеректей заңғарың, гүл жайнаған бауларың, жүрегімді баурадың сен Астана. Көңілімді тербеген, көкірегімді кернеген, сұлулығың жанға маза бермеген, сезімімді өртеген, неткен ғажап көркемен. Өзімдей арумала көрмеген Астана. Жасай бермеңді тілегім Астана. Мақтанышым деп білемін Астана. Алтын тұғырлы тірегім Астана. Соғады сен деп жүрегім. Dilim қазағым, тарқылмасын базарың, туғанда бер ажарың мен Астана. Төгілмесін іргеміз, өзіңмен біз біргеміз, жырмен айтып бірлебіз мен Астана. Көңілімді тербеген, көкірегімді кернеген, сұлулығың жанға маза бермеген, сезімімді өртеген, неткен ғажап көркемен, дәл өзіңдей арумала көрмеген Астана. Жасай бермеңді тілегім, тұғырлы тірегім Астана. Соғады сен деп жүрегім. Осы орындауда Жетпес далам, ел жетпес елім, арнайды әні жауынгер ұлым. Жау шапса саған, жас жаным құрбан, отаным менің, ұл елім менің. Қазақтың елі, қазақтың жері.
қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы ватан. Асқар тауларым, өзен көлдерім, жаныма қымбат ұлы отан. Оңдаған елім, кел достар кәде, шырқайып бірге бостандық әнін, азаттық әнін. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы ватан. Асқар тауларым, өзен көлдерім, жаныма қымбат ұлы отан. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы ватан. Асқар тауларым, өзен көлдерім, жаныма қымбат ұлы отан. Ел жетпес далам, ел жетпес елім, арнайды әнін жауынгер ұлым. Жау шапса саған, жас жаным құрбан, отаным менің, бұл елім менің. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы ватан. Асқар тауларым, өзен көлдерім, жаныма қымбат ұлы отан. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы ватан. Асқар тауларым, өзен көлдерім, жаныма қымбат ұлы отан. Қазақтың жері, қазақтың елі, береке қонған ұлы отан. Асқар тауларым, өзен көлдерім, жаныма қымбат ұлы отан. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы ватан. Асқар тауларым, өзен көлдерім, жаныма қымбат ұлы отан. Ауылымыз, еліміз, жеріміз, отанымыз мәңгі гүлдене сермеп қағатын. Ана деген тіршіліктің айбына, ана деген іңкәр бұлақ айдына. Құрметті ағайындар, ауылдастар, шешейлер, жеңгейлер. Мынау бүгін Құдайдың өзінің бір керемет нұр жауған күні. Мына осы батыр аналарға деген үлкен тақтатастың ашылу рәсімінің куәгері болып жатырмыз. Көріп отырсыздар. Бұл енді Мұхтар екеміз тайғұлындай тебісіп өскен, осы бұғымыз Бесмойнақтың суын ішіп өскен жігіттер едік. Бұл енді негізі қазақта бір керемет сөз бар ғой. Әруақты жерден ат үркет деп. Бұл өзі бір әруақты жер. Мынау сол жағымызда қарап отырсаңыздар, Найманбай атамыз, осы Найманбай атамыздың кесенесін осы ағалар барлығы жабылып жүріп тұрғызғанда басына тағзым етсін, ары бері өтіп Құран оқытсын деп қойған еді. Оның бер жағында Мұқан жаңа айтты ғой өзі. Мына араб жолдасыменен бірігіп осы мешіт тұрды. Осы мешітпенен Найманбай атамыздың ортасына бүкіл соғысқа қатысқан ұрпақтарының тізімі тізіліп еді. Ол сол тізімді толықтыру үшін осы бір батыр аналардың тізімі ерекше қажет еді. Ал осы батыр аналардың тізімі бүгін орнын тауып, осы бір төрден алғаны құтты болсын. Осы аналар сіздердің арқаларыңыз. Осы бір Бесмойнақта жаңа айтып отырмыз ғой, 60-тың үстінде батыр аналар бар екен деп. Әлі де осы Бесмойнақ өңірінде осы Найманбай атамыздың әруағы қолдап тұрғанда, әлі талай жастардан да батыр аналар шығатынына біз сенімдіміз. Сол себепті осыдан бір ай бұрын келіп, осы жерде ақылдасқан кезде Мұқан осы Қызылтастарды көрсетіп тұрып айтып еді, Секе осының аяғы жағынан орын қалдырсақ, әлі талай жас келіндерден батыр аналар шығады ғой. Осы батыр аналардың тізімі арғай жалғаса берсе деген ұйғарымға келген едік. Осы Қызылтасты жаңа Мұқан өзі шет-жағасын түсіндіріп айтып кетті. Осы Қызылтастың аяғы созылып, батыр аналарға, жас келіндерге толығып, Қызылтастың және жалғасы табылып, Қызылтас әрі көбейе берсін. Ұрпағымыз көбейсін. Найманбай атамның әруағы қолдап жүре берсін. Мына ортамызда біздің
және бір айтатын бір ерекше бір әңгіме, ортамызға осы ауылға келіп толықтырып көшіп келіп жатқан оралман ағайындар бар. Айналайын ағайындар, осы біздің төрімізге келіп, осы біздің ауылымызға келгелі жаман болған жоқсыздар. Көріп отырсыздар, өсіп өнген ел. Осы Жамбыл ауданында шеткерірек тұрған қаншама ауыл шашылып бұзылып кетті. Ал Совет өкіметі кезінде әр ауылда 400-500 жанұя тұратын болса, сол ауылдарда қазір 100 жанұя ғана тұратын кішігірім ауылға айналып кетті. Ал біздің Бесмойнақ ауылы күннен күнге көркейіп, үйлер салынып жатыр. Мына сол жақтарыңызда, мына көтеріліп жатқан шаңырақтың өзі соның куәсі. Мынау жас семья, осы ауылдың баласы, осындай көтерілген әрбір жас үйге, әрбір жас шаңыраққа сыртынан қарап біз қуанып жүреміз. Көбейген үй, ауылда көбейіп жатқан әр жақтан сырттан жанұяға көшіп келіпті. Оралмандар келіп десе, ағайын келген екен ғой. Ел боп, жұрт боп көбейіп жатыр екен ғой деп қуанамыз, естеріңізде болсын. Сондықтан әр келген оралман сіздердің қадамдарыңызбенен құт келсін. Осы елімізге келіп, өсіңіздер, өніңіздер, көбейіңіздер. Ата-бабамыздың аруағы сіздерді қолдасын. Осындай жақсылықта, қашанда болмасын тойдың басында біздің осы Найманбайдың бір баласындай атсалысып жүріңіздер. Сіздерге де лайым осы елдің жақсылығы тисін. Ата-бабамыздың аруағы қолдап жүрсін. Мұқа, сен жаңа өзің айтып жатсың ғой, негізі жігіттің жақсы болмағы нағашынан, қазақ үйдің жақсы болмағы ағашынан дейді. Мен сенің нағыз нағашыңның біреуімін. Жаңа төрге салған суретті айтып жатыр ғой. Мына ананың суретін салдым деп. Негізі Мәсур әпкемнің суретін салғаныңа ризамын жаным. Менің әпкемнің арқасында осындай жігіт болдыңдар. Менің әпкемнің арқасында өсіп өндіңдер. Әпкемнің сонау қырғыз елінен келіп, қырғыздың жігіттеріне қарамай келіп, сіздің әкеңізге қарауының өзі бір керемет нәрсе шығар деп ойлаймын. Ал енді Сұлтанғазы ағам да осы ауылда өсіп өніп, осы ауылдың бүкіл жақсылығына шапқылап жүруші еді.